рак ауру деп диагноз қойылады, емделмейді, мүмкін емес деп айтамыз. Емделеді негізінде. Қандай сезімдерің туындайды? Кешірмеймін, шіріп кеткенше кешірмеймін, мен лучше өліп қалайын, мен сені кешірмеймін деген жаман программалардың түбінен келген ауру ғой. Баланы травмалардан аман алып қалудың жолдары қандай? Ол мүмкін емес. Травма деген қуаныштан да болуы мүмкін, реніштен де болуы мүмкін. Қатты бақытты болып кетсек те өліп қаламыз. Сіздің бұл салада 35 жылдық кәдімгі оқыған, академиялық білім алған еңбектеріңіз бар. Іздендім, өте көп дипломдар алдым. Психосоматика дегеніміз не? Тәнді дәрігерлер емдейтін болса, жанды психосоматологтар емдейді. Күнделікті өмірде біз денсаулығымызға қаншалықты мән беріп жүрміз? Диагностикаға келген кезде мен денедегі памятпен жұмыс жасаймын. Мендегі терапия ол транс терапиясы, игроман, наркоман дейміз ғой, сондайларға қолданамыз. Осы аллергияның түпкі себебі неде? Қабылдамау, тұрып жатқан жерін жақтырмау, іштей не істеп жүрмін деп өзін ұнатпау. Бауыры ауырады, мысалға бүйрегі ауырады адамдардың. Бауырын ренжікке қимаймыз, қатты жақсы көреміз. Бірақ сол бауыры ренжіте береді ғой. Бүйрек ауру ол қысылып өмір сүру, қиналу. Сол кезде дене не істейді? Ауруға шалдыға бастайды. Маған көңіл бөл деп мына сананы дене өзіне сұрай бастайды. Қандай аурулар туындауы мүмкін одан кейін? Бас ауруы, давление, жүрек ауруы. Өзін өзі тірек бола алмаған адам іштей сүйектері сынғыш болады. Қант диабеті стресстен пайда болады. Барлық ауру мидан басталады. Негізі өзімізге тілеп сұрап аламыз деп айтсақ та болады. Армысыз, қадірлі көрермен, эфирде сәлем деймін подкасты. Дана халқымыз бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық оң саулық деген. Күнделікті өмірде біз денсаулығымызға қаншалықты мән беріп жүрміз? Бүгін сіздерге осыған орай мен медицина саласына қатысы бар маманды шақырдым. Денсаулық жайында біраз біз сұхбаттаспақшымыз. Бүгінгі студияның қонағы белгілі психолог, психосоматолог Лаура Жеңісқызы. Амьермет орталығының негізін қалаушы Лаура ханым. Студиямызға қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Сұхбатымызды бастай берейік. Иә, сізді көргеніме қуаныштымын. Жаңа сізді психосоматолог деп таныстырдым, психолог деп таныстырдым. Жалпы психосоматика дегеніміз не? Осы жайында көрерменге кеңінен ақпарат бере кетейікші. Психосоматика дегеніміз ол көп аурулардың негізі проблемасы ол санада. Осы түп санадағы негізгі проблемаларын тауып емдеудің жолдарын психосоматолог деп айтады. Өйткені тәнді дәрігерлер емдейтін болса, жанды психосоматологтар емдейді. Сіздер қалай жұмыс жасайсыздар? Жалпы психосоматикаға қатысты бүгінде көптеген көзқарастар бар. Жалпы бұл ғылыми түрде дәлелденген бе? Енді осыған қатысты көрермендерінде екі түрлі ойы болуы мүмкін. Қалай мен мысалы психосоматика арқылы ауырымнан жазылып кетем бе деген ойларда болуы мүмкін. Бұл негізі дәлелденген ғылыми түрде. Бұл психосоматолог деген аты да жаңадан шығып жатқан жоқ емес. Бұл бұрыннан қалыптасқан маман. Синельниковтың кітаптарынан Синельниковтың да кітаптарын оқып жатқан адамдар көп. Және психологиялық арқылы емдеп жатқан қазіргі заманда әлемдік тренерлер да өте көп, психологтар да өте көп. Оның ішінде қазір біздің Қазақстанда да жақсы дамып жатыр негізі. Енді өзім айтатын болсам, осы психосоматология терапиясы арқылы көп жетістіктерге жетіп жатырмыз. Жазылмайды деген аурудың психологияладағы түп санадағы негізгі проблемасын тауып, оның түйінін шешу дейміз ғой. Мендегі терапия психоэмоционалдық, трансформациялық терапия, осы терапия арқылы көп нәтижеге жетіп жатырмыз. Қалайсында, жаңа сіз психоэмоционалды деп себептері болады деп айтып қалдыңыз. Адам оны күнделікті өмірде байқамайды. Мысалға, әртүрлі ситуацияға түседі, стресске түседі, реніш сезімі болады деген сияқты, қорқыныш сезімі болады. Сондай сезімдер біздің денемізде қалып қала ма жалпы? Оның түбі неге алып барады? Психоэмоционалдық деп өзі айтып тұрғандай, осы өміріміздегі болып жатқан эмоционалдық күйзеліс, қиналыс, ашу, ыза, осының барлығы әрбір органда, әрбір өзінің жаңағы проблемасына байланысты денеде қалып қойып жатады. Мен негізі диагностикаға келген кезде мен денедегі памятпен жұмыс жасаймын. Ол қалай? Диагностика кезінде өйткені асқазан енді көбі точка деп айтады, енді точка емес, негізінде асқазан не айтып тұр, бауырың не айтып тұр, бүйрегің не айтып тұр, ішек құрылысың не айтып тұр деген сияқты. Мен ол кісілерге жалпы қазақ тілінде диагностика жасап, ауруының негізгі түпкі санасы, түпкі себебін тауып, түп санадағы проблемасын осылай істегенде
осылай шешіледі, осылай жасағанда осылай емделінеді деп толық түсіндіріп айтып беремін негізінде. Содан кейін барып менің орталығымда, бұл орталықты ашқан себебім адамның жанын да, тәнін де бірге комплексно емдеу үшін арнайы осылай дайындап ашқан болатын, интегративтік орталық деп. Сондықтан осы аурулардың диагностика кезінде түпкі себебін тауып барып, бүгінгі салдарымен жұмыс жасаймыз. Бірінші алдыңызға келеді пациент мысалға, оның бір асқазан ауруы мүмкін, бүйрегі ауруы мүмкін, мысалға? Көбіне, кешіріңіз сөзіңіз бұзып, көбіне адамдар өзінің диагнозын білмей келеді. Асқазаным ауырады, тамақ қорыта алмаймын, немесе білмеймін, ішкі құрылысымның бәрі күйіп тұрады деген сияқты себебін таппай келген, немесе мүлдем диагнозын таппай келген адамдар болады. Бірақ денеме жаңағыдай диагностика жасау арқылы оның психологиясын бәрін тексере келе, ол аурудың негізгі себебін тауып аламыз негізінде. Өйткені дене алдамайды. Басқа жақта болып жатады, негізгі себебі мүлдем басқа жақта шығып жатады. Ол кісінің айтып сұрап келгені бір нәрсе, түп санада мүлдем басқа нәрсе шығып жатады да, емдеген кезде өздері түсінеді. Емдеген кезде оның результатына жетуге дейін жұмыс жасаймыз. Өйткені любой аурудың түбін тапқан кезде емдеу, сауықтыру оңай және жеңіл деп айтсам да болады. Бізде көбінесе миымызда әртүрлі ойлар болып жатады, мысалға. Менталды түрде біз басқаша ойлаймыз, бірақ әрекеттеріміз басқаша болып жатады. Сол ойдың ауруға қатысын тудыру жайында айта кетесіз бе жалпы? Жалпы барлығы мидан басталады ғой, Барлық ауру мидан басталады. Негізі өзімізге тілеп сұрап аламыз деп айтсақ та болады. Өйткені, например, былайша айтқан кезде адам өзіне мақсат қойды. Бір нәрсені орындау керек, өзінің денесіне керекті деп айтайық. Бірақ оны белгілі бір себептермен орындамайды, басқа бір нәрсені ойлап кетеді. Дене де білет, программаны айтып қойды ғой, орындаймын деген. Сол кезде дене не істейді? Ауруға шалдыға бастайды. Өйткені өзіне, маған қара, мен бармын ғой. Маған көңіл бөл деп, мына сананы дене өзіне сұрай бастайды. Бір көңіл бөлмейді, екі көңіл бөлмейді. Одан кейін уже аурулар шыға бастайды. Аяғым ауырды деп келеді, немесе өте қатты шаршағышпын, энергиям жоқ деп келеді, басым үнемі ауырады деп келеді, көзім көрмейді, құлағым естімейді, қойшы, неше түрлі аурумен келеді. Бірақ түп санамен жұмыс жасаған кезде қай уақытта өткеніне дейін жаңағы денесіне деген сатқындық деп айтсақ болады, айтқанын орындамаған шығады. Сол шыққан себебімен жұмыс жасаған кезде соғып кетеді, дәрі ішпей қойса да болады ол кезде. Ал сонда түпкі себебі оның балалық шағында жата ма сонда? Негізінде шықпай қалған эмоциялары әртүрлі болады. Біреудікі енді бала кезінде болатын болса, біреудікі қазіргі кез болуы мүмкін, немесе жұмыс бабы бойынша, немесе өмірдегі жаңа көрген қиындығы әртүрлі болады, айта алмаймын. Өйткені барлығын балалық кезге апарып итере беруге болмайды. Қазіргі кездегі бір тренд болып жатыр ғой, детская травма дейді дағы, бала кезіндегі травмаларын іздеп кетеміз көбіне. Жоқ, ол бір адамдарға әсер етпеуі де мүмкін, өйткені бәрінің балалық шағы бақытсыз болған жоқ қой, бәрі де бақытты болды. Сондықтан одан да іздей берудің керегі жоқ. Сіз сұрақ қоясыз, терапия барысында адам өзі іздеп табады ғой, қай денесінде қандай сезім қалғаны жайында? Мендегі терапия ол транс терапиясы, адам тета-состоянияда, транс состояниясында болады, совсем гипноз состоянияға бармайды, естиді, біледі, сезеді, бірақ түп санаға сұрақ қою арқылы денесіндегі әрбір органдарын сезу арқылы ауруын тауып алады. Ол аурудың қай уақытта басталғаны, не себептен болғанын тағы да өз түп санамен жұмыс істеп тауып алады. Өйткені ол жерде дұрыс сұрақ қоя білу керек түп санаға, және сезім, дененің сезімін алдамайды деп всегда айтам, дене алдамайды деп. Сезіммен терең жұмыс жасаса және өзін-өз алдамай точно жұмыс жасаса, ауруын тауып алады. Бейсаналы түпкі сезімдерін табу керекпіз. Сол сезімдерді, яғни адам бастан өткеріп, есіне алып, жылап, немесе қуанып, эмоцияларын білдірген кезде, аурудың себебін тапқан кезде, ауру өзінен өзі кете ма сонда? Жаңағы эмоцияға дейін барамыз ғой терапия кезінде. Сол эмоцияны тапқан кезде ауруының неден басталғанын білгеннен кейін перепрограммирование дейміз, телефонды өшіріп қайта қосқан құсап, түп санадағы жаңа қорқынышты алып, оның орнына жаңа программа, жаңа аффирмация десек те болады. Жаңа сөздерді құрастырамыз. Әр адамның денесіне қарай, әр адамның ой санасына қарай, әр адамның өзінің
жаңағы ауруына қарай өзінің аффирмациясы шығады, өзінің программасы шығады, әр адамдікі әртүрлі, бәрінікі бірдей емес. Например, көп жерлерде қазір психологтар бір аффирмацияны айтады да, күні бойы айтып жүр деп айтады. Ол болмайды, өйткені әр адамның тағдыры, өмірі, салты әртүрлі болғандықтан әртүрлі шығады. Бірдей емес. Жаңа сіз үш түрлі состояние туралы айтып қалдыңыз, мысалы тета состояние дедіңіз, альфа дедіңіз. Ол мидың состояниесі. Альфа состояниеда біз қазір сөйлесіп отырмыз. Бір-бірімізді емін-еркін естиміз, сеземіз және түсінеміз. Дельта состояние көзін жұмғаннан кейін өзінің терең сезіміне қарай кіреді. Түп санадағы сезімін сезіну үшін. А дельта состояние ол глубокий гипноз. Оны мен енді жұмыс дейміз, бірақ мен оны көбіне қолданбаймын, өйткені ол бір тяжелый жазылмайтын ауруларға, немесе игроман, наркоман дейміз ғой, сондайларға қолданамыз. Но бірақ менде ондай әлі пациенттер болып көрген жоқ, но оны көп қолданып көрген емеспін. Енді өмірімде бір-екі рет болды ол терапияны қолданғаным. Енді ол менде алкоголизмнан емдеген кезім болған болатын. Қазір енді ол туралы рекламада айтпайтын шығармын, адамдар ондай жоқ. Қазір көбі кәдімгі өзінің серьезный ауруларымен келіп емделіп жатқандықтан ондай проблема қазір пока прямо глубокий гипнозбен емдейтін ауруларға кездескен жоқпын. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, әртүрлі ауыр деңгейдегі аурулар деп, мысалға қазақ айтады, жаман ауру, аты аталмайтын ауру дейді. Сол аурулар жалпы емделе ме, мысалға? Негізі емделеді. Оның түпкі себебі неде? Емделеді негізінде, рак ауру деп диагноз қойылады, емделмейді, оны мүмкін емес деп айтамыз. Бірақ түп санаға жұмыс жасаған кезде, өздерінің ауруын неден болғанын тауып, оны трансформация жасаған кезде, үлкен кісілердің билегенін көрген кезде бір рахаттан қаласың, негізі емделінеді. Түпкі себебі қандай сезімдерден туындайды? Түпкі сезімі реніштің түбіне барған соншалықты кешірмеймін, прямо шырып кеткенше кешірмеймін, мен лучше өліп қалайын, мен сені кешірмеймін деген жаман программалардың түбінен келген ауру ғой. Осы жақында ғана менде бір ер адам болды, ол кісіде рак кишечника, ұзағынан созылмалы, уже тамақ жамайды, 2 қадам жүрсе отырып қалады, жүре алмайды. Солай келген кісі болатын ол кісі. Түп санамен бірінші күн жұмыс жасадық, екінші күн жұмыс жасадық, үшінші күн айтады ғой, бетіме күліп отырып айғайлаттың ғой деп. Енді ол кісінің ауруын сөзін енді мен ешқашанда қабағым түйіп, немесе серьезно қылып көрсетпеймін, осылай күліп отырып та терапия жасалына беретін нәрсе, бірақ ол кісі жаңағы больға прямо барған кездегі айғайлап тұрып ішінен шығарған кезде жаңа айтқан сөзі ғой, күліп отырып жылаттың ғой деп. Үшінші терапиядан кейін билеп шықты. Мен таптым, мен шықтым, мен түсіндім, мен жеңдім деп. Қанша жыл болған еді ауырғанына? Ауруына 2-3 жылдай болып қалған, ол созылмалы. Өйткені басында химия алған екен, одан кейін қазір енді стадия ремиссия дейді ғой, біраз наблюдениеда жүрген адам. Бірақ уже шаршап кеткен ғой, дәрі ішуден де, емделуден де, үнемі обезболивающийден. Енді жүре алмай бүктетіліп келген адам тік тұрып, кеудесімен жүріп кетті. Ол кісінің бізге берген видеосы да бар, отзывы да бар, өзінің шынайы айтып кеткен рахметі де бар. Бар ондай адамдар болады, өйткені ең бірінші адам психологқа емес, ешкім емес, өзіне сену керек. Мен жеңем деп. Одан кейін түп санамен сенім болу керек. Нақты сенім болу керек. Одан кейін түп санамен жұмыс жасаған кезде өз-өзіне прямо адал, таза, честно дейміз ғой. Солай жұмыс жасау керек. Айланып қашып өзін алдау десе, онда түп сана біледі ғой. Әсер етпей алады. Алдап тұрғанын, сондықтан честность керек. Түсінікті. Енді алдыңызға көбінесе пациенттер қандай мысалға аурулармен келеді? Қазіргі таңдағы болып жатқан стресс, жұмыста көбіне адамдарда стресс болады. Ол стресстің ауруларға деген себебі қандай? Мысалға қандай аурулар туындауы мүмкін одан кейін? Қазір көп адамдардың келіп жатқаны жұмыс бабымен болсын, өмірдің, тағдырдың қиындығы болсын, стресспен келеді. Стресс ол бас ауруы, давление, соң жүрек ауруы, бүйрек ауруына әкеледі. Ал енді асқынып кеткен түрі менде келеді, енді ол адамдардың тағы да жағдайына байланысты әртүрлі. Көбіне қазір осы былтырғы жер сілкіністен кейін келгендердің барлығы паническая атака. Олардың барлығы жүрегім ауырады деп келді бірінші. Менің жүрегім ауырады, жазылмайды. Не ішсем де көмектеспейді, қорқам. Ең бірінші ол айтып келген жаңа сұрақтар сол болды, бірақ ол кісілер 2 терапиядан кейін сауығып кетіп жатты.
қорқыныштарын жеңе білді ғой. Қорқыныштарын жеңіп сауығып кетеді. Өйткені панический атака жаңағы қорқу ғой, өлімнен қорқу. Иә. Түсінікті. Сіздің жаңағы алдыңызға келетін пациенттер жайында, көптеген аурулардың себебі жайында айттық. Мысалға, осындай психология, психосоматика саласына келуіне адамдардың бір өзінің себебі болады. Сіздің бұл салада 35 жылдық кәдімгі оқыған, академиялық білім алған еңбектеріңіз бар. Сіз қалай келдіңіз бұл салаға? Психологияға келген себебім менің өте көп, әртүрлі жағдайда болды. Ең бірінші, мен өзімді өзгертумен айналыстым. Бірінші мен общий психологияға келдім, өйткені мен өмірімді өзгерткім келді. Өйткені больницада істеп жүрген кезде карьерный рост жоқ қой, енді отделениеда істеп жүрдім, көп уақыт реанимацияда істедім. Іздендім, өзгеру керек болды. Сосын массажбен емдеу, жаңа точный массаж арқылы любой ауруды емдеп кетеді дегенге қатты сендім, сол емдеп бастадым, бірақ оның түбі психологияда екенін білсем де түбіне жетуім керек болды. Өйткені айтып тұрған кезде мен андай емшілер сияқты немесе бір көріпкел сияқты болып халыққа көрінгім келген жоқ. Ізденудің арқасында мен өте көп переквалификациядан да өттім, өте көп дипломдар алдым. Қазір енді как психосоматолог ретінде жұмыс істей аламын. Сол кездегі менің қорқынышым, халық мені емші деп қабылдамас екен деген ойым болатын. Психосоматикада сіздер денемен, жанмен, яғни оймен жұмыс жасайсыздар. Аурудың бейсаналы себебін табасыздар, ал одан кейін сіздер арнайы бір жаңағы дәрілер бересіздер ма, олар әрі қарай классикалық медицинаға бару керек шығар адам. Егер де қатты классикалық медицинаға бару керек болып жатқан жағдайда айтамыз бару керек деп. Ал енді көп аурулардың түп санадағы проблемасын тауып емдеп, одан кейін ағзаны тазалауға мен өзім арнайы, менде дипломдар көп негізінде, оның ішіндегі енді бір дипломым фармацевтика саласында қызмет жасағам 16 жыл. Бірнеше бұл жақта да қатты зерттеген, оның ішіндегі мен жаңағы химикаттарға қарағанда осы емдік өзіміздің Қазақстандағы өсіп жатқан табиғи шөптеріміздің арқасында үлкен жетістікке жететінімізді білдім де, осы шөптермен айналысып кеттім. Осы шөптермен айналысып ем жүргізіп жатқаныма да көп жыл болды. Оның ішінде дәл қазір өзімнің де разрабатывать етіп шығарған оздоровительный бальзамды да ойлап тауып шығардық. Ол буын ауруларын, ішкі құрылыс ауруларын өте жақсы емдейді. Қазір онымен де үлкен жетістікке жетіп жатырмын. Нәтиже өте жоғары, сауығып кеткен адамдар өте көп. Қазір де беріп жатырмыз. Екінші, осы менде бәрі комбинирован емделеді, осы емдік шөптер. Бұларды қазір мен бокс қып дайындап жатырмын. Бауыр ауруына жеке, бүйрек ауруына жеке, буын ауруына деп бөліп жатырмыз. Өйткені көп аурулардың себеп салдарын тапқаннан кейін ағзаны да тазалап, ішкі жан дүниені емдеу керек. Денені де, ішкі құрылысты да, сананы да бәрін бірге емдеу керек. Бәрін бірге комплексын емдеген кезде результатқа жақсы жетеміз. Арнайы таза шөптерден жасалған дүние. Арнайы таза шөптерден өзіміздің Қазақстанда жиналады. Арнайы адамдар жинап көмектеседі. Өйткені бұл шөптің жинаудың өзінің табиғи заңы бар. Біреуін, например, күндіз терсе, біреуін таңға жоқ тереді деген сияқты, немесе күн жоқ кезде, күн түсіп тұрған кезде деген сияқты заңдары бар. Сол заңдарымен жинайтын арнайы адамдармен жұмыс жасаймын. Сіз сонымен қатар, аналармен де жұмыс жасайсыз. Мысалға, бүгінгі таңда ерекше балалар өте көп туылып жатыр. Мысалға, алдыңызға сондай аналар келетін болар, жалпы себебі неде? Қазіргі кезде өте көбейіп кетті. Ерекше диагнозбен балалар, ЗПРР, ЗРР, аутизм дегендер. Кешеде маған сондай бір сұрақ қойды. Олардың саны миллионға жетіп барады екен, санын неге білмейсіз дейді. Санын біле алмаймын, өйткені күнде қосылып жатқан шығар, күнде азайып жатқан шығар. Статистикамен мен жұмыс жасамаймын. Бұның енді негізгі қазіргі заманауи ауру деп айтсақ та болады, көбейіп жатқаны аналардың ішкі состояниесі, ішкі жан күйзелісі балаға өтіп кетеді. Бала неше жасқа дейін анасының аурасында жүреді, мысалға? 5 жасқа дейін. 5 жасқа дейін. Негізі 13 жасқа дейін жүреді, оны 5 жасқа дейін тығыз байланыста болады. Қазіргі енді менде курста өтті, терапияда болды. Осы ауруларды анасы арқылы емдеу, терапия жасау арқылы. Ол жерден де көп жетістікке жеттік. Көп аналар балаларын сауықтырып алды. Қазіргі кезде алғыстарын айтып жатыр. Әлі де қазір емделіп жатыр. Аналар келіп жатыр, жүріп жатыр. Аналардың қандай проблемалары бар? Мысалы, қандай проблемамен шағымданып келеді? Мысалға, сіз балам ауырды деп баласымен бірге келеді. Мысалға, ЗПР, ЗРР, мысалға, сіз емдеп жүрген аурулар алдыңызға келеді, ал аналардың проблемасы неде? Сіз тек аналармен ғана жұмыс жасайсыз ғой ол жерде?
аналармен ғана жұмыс жасаймын деп айтамыз, бірақ егер де вот өткенде ғана бізде тяжелый диагноз аутизммен емделді. Бірінші анасы келді, диагностикадан өтті, деген терапиядан өтті. Баласының өзгерісін динамикада күшті екенін көрді. Балам өзгеріп жатыр, балам сөйледі, балам ойнайтын болды. Даже мына қардың ақ екенін, суық екенін айтып келді деп қуанып келді. Содан кейін өзі айтты, енді менің күйеуім де өтсе, өйткені әкесі ғой деп. Негізі әкесімен өткен жақсы да. Жаңа ерлі зайыпты адамдар бірге өткеннен кейін баланың результаты бүгін уже өте жақсы десек те болады. Өйткені ата-анасының состояниесі балаға всегда әсер етеді. Өйткені балаға кім керек? Ата-анасы керек. Баланың қорғаушысы кім? Ата-анасы. Ал ананың состояниесі балаға өтіп кетеді. Өйткені мен күнде айтып жатырмын, былайда жеткізіп жатырмын аналарға. Аналардың қазіргі аяқ ауыр кездегі состояниесі деп айтамыз, күйзелісі, реніші, өкпесі, немесе қандай да бір аузынан бір жаман сөз шығып кету балаға программа болып жазылып қалады. Баланың, қазақта айтамыз ғой, маңдайына жазылған деп. Оны кім жазады екен? Өзіміз білмейміз, соны анасы, өзіміз, адамдар өзіміз жазамыз негізінде. Одан кейін де психологтарда қазір бір жақсы техника бар. Өміріңнің сценарийін қайта жазып, өміріңді қайта бастасаң да болады деген. Ол рас болады. Мен өзім басымнан өткөрдім ол техникадан өтіп, өзімнің басымнан да өзім өмірім 180 градусқа өзгерді десем болады. Сол сияқты бұл жерде де аналармен қазір жұмыс істеп жатырмын. Аналардың состояниесі балаға өтіп кеткен. Өздері мойындайды. Реніштері болуы мүмкін. Күйеуімен қарым-қатынасы. Даже беременностім жеп жеңіл өтті, менде ешқандай түкте болған жоқ дейді. Мен айтам, болмаса балаңызда бұл диагноз болмас еді. Өзіңіз честный болыңыз. Вот когда честный деп өзін-өзі мойындай бастаған кезде, баласын қабылдап, өзінің қабылдай алмай тұрған мінезін қабылдаған кезде, баласы сауыға бастайды, өзі өзгере бастайды. Бір практикадан өткені жайында айтып бересіз, мысалға бір белгілі бір ананың бойындағы сезім баласына әсер еткені жайында. Менде өткенде үлкен тренинг өтті. Тренингте аналар көп келді. Оның ішінде бір ананың 4 баласы бірдей зырырыр. Одан кейін бір ана келді, 2 баласы бірдей зырырыр. Сөйлемейді. Мамалармен жұмыс жасаған кезде тұрмыстық жағдайлары нашар. Нашар болғанда қалай? Совсем материальный емес, бәрі бар. Материальный жағдайлары жақсы. Бірақ ерлі зайыптылардың бір-біріне деген қарым-қатынасы нашар. Как будто бірін-бірі сыйламайды. Мүмкін ол әйел адамның жаңа күйеуіне деген реніш өкпесі шығар, мені сыйламайды, мені қабылдамайды деген қорқынышы, өкпесі балаға да әсер етеді. Сол кезде ол мен сөйлемеймін сенімен, мен сөйлеспеймін, мен сөйлемей қояйын, немесе қой осы өмірімді өзгерту үшін мен тыныш отырайын деген сияқты. Любой программа енді әркімдікі әртүрлі балаға өтіп кетеді. Немесе үйде күндегі айғай-шудан бала қорыққаннан кейін, екеуінің айғай көп болғаннан кейін балалар лучше мен тыныш отырайын, ойнамайын, сөйлемейін деген сияқты тынышталып қалатындар да болады. Енді әркімдікі әртүрлі, күніне 5-6 адам өтеді. Осы диагноз бойынша терапиядан бәрінікі бірдей деп айта алмаймын. Әртүрлі тағдыр, әртүрлі жағдай келеді. Жазылып кете ма сол балалар, мысалы, жазылып жатыр. Кеш шығып жатыр. Жазылып жатыр. Қазір менде Фатима деген келіншек өтті. 2 баласында да зырырыр. Ең алғаш келген кезде өлем деп келген. Мен шаршадым, өлем. Өле салайыншы дейді ғой. Айтам, жоқ, саған өлуге кім рұқсат беріпті? Сенің балаларың бар ғой, 4 балаң бар. Неден шаршадың? Жұмысымда да дұрыс емес, үйде де дұрыс емес, отношения дұрыс емес, енемден де сөз естеймін, күйеуім қолдамайды, балаларымның түрі мынау, мен жұмыстан шаршап келгенде балалармен айналысатын менің уақытым жоқ дейді. Мен айтам, Құдайдың берген 24 сағатынан уақытын жеткізе алмай жүрсің ба? Жетеді уақыт, просто сенде хаос. Өзіңнің өміріңді реттеп, дедлайнға қоя алмай жүрсің. Бірінші терапиядан кейін түсінді, өзі өткенде айтады ғой. Бірінші терапиядан шыққан кезде өмір сүргенім соншалық мен көбелек сияқты қай гүлге барып қонсам да рахаттандым дейді. Сол энергиямен барып магазинге барып сонша киім алып аламын білмей қалыппын, киініп алыппын дейді. Сол сияқты состояние. Ол негізінде ол жерде оған енесі де немесе жұмысындағы проблема емес ол. Өзі тұңғиыққа күйзеліске түсіп кеткен ғой. Күйзелістен шыққан кездегі өзгерісі ол. Сонда айтады ғой, мен негізі күйеуім қолдайды екен, мен естімеппін. Енем маған негізінде ұрыспайды екен, бірақ мен бәрін реніш қылып қабылдаған екенмін. Бәрі өзімде екен ғой деп түсінді. Негізі өзін өзі қабылдап, өзін түсінген адамда проблема бола бермейді. Өйткені бәрін өзіне қабылдап, төмен түсіп, күйзеліске түсіп кеткен ауру ғой.
қазір құдайға шүкір балалары кәдімгідей сөйлесіп бір-бірімен ашық тілде, анық тілде сөйлесіп ұрсысады деп қояды екеуі. төбелескен кезде ойыншыққа таласады, неге таласқан кезде отношенияны выяснить етіп сөйлесіп жатыр деп қояды өзі. Расында да солай сөйлеп кетеді. Әйел адамдарға көп күйзеліске түсуге болмайды. Особенно баласы бар әйелдерге күйзеліске түсуге болмайды. Өйткені жауапкершілік алдында қанша тағдыр бар. Болашақ балаларының тағдырына жақсы көзқараспен қарау үшін өзін күту керек. Ең бірінші әйел адамдар өзіне көңіл бөлу керек. Күйзеліске түсуге емес, өзін күту керек, өзіне қарау керек, өзінің состояниесімен жұмыс жасау керек. Сонда балаларына көмектесе алады. Түсінікті. Сонымен қатар, Лаура ханым, бүгінде аутоиммунды аурулар бар. Мысалы, аллергия дейді, кейбір адамдар менде сезондық аллергия деп айтып жатады. Осы аллергияның түпкі себебі неде? Мысалға, біреулер гүл деген кезде, көктем шыққан кезде, біреу суыққа аллергиямын деп айтады. Жалпы соның себебі неде? Ондай ауру негізінде бар ма? Шынымен ол кәдімгі медицинада жазылған ауру ма? Негізі медицинада жазылған ауру, аллергия деп прямо аллергия центрда бар үлкен. Аллергияның түбін іздеп жатады, таппай жатады. Аллергияның негізгі түп санадағы түбі қабылдамау, тұрып жатқан жерін жақтырмау, іштей не істеп жүрмін деп өзін ұнатпау. Қабылдамауға негізі невосприятие мира. Бірінші өзін қабылдамайды. Өзі қабылдамағаннан кейін мына әлем оған немесе тұрған жері, немесе жұмысы, үйі ұнамай жатады. Сол үшін аллергиямен қатты страдать ететіндер жер ауыстырып көшіп жатады, ел ауыстырып жатады. Ауыстырып барған жерінде мен жақсымын деп айтып жатады. Неге? Өйткені дәл осы жерді қабылдамай тұр ғой, қабылдай алмайды, ұнамайды. Бірақ кейбіреуі табыс үшін тұрып жатырмын дейді, кейбіреуі бала шағам үшін тұрып жатырмын деп шыдап жүретіндер бар негізінде. Жоқ, негізі глубокий жаңағы трансформациялық терапиядан өткеннен кейін аллергиясынан құтылып кетеді, жазылып кетеді. Өйткені қабылдау басталады ғой. Түпкі себебі мысалы ата-анасын да қабылдамауы мүмкін, иә? Әртүрлі болады. Өмірдегі ситуацияларды өзін қабылдамауы мүмкін. Неге көп адамдарда мысалға бір белгілі бір сезонмен байланыстырып қояды? Мысалға гүлдеген кезде, немесе бір жемісті жеген кезде менің аллергиям ушығады деп айтады. Сол действительно сол жаңағы жемістерден бе, немесе жаңағы түпкі себептерінен болып тұр ма? Ассоциация болады. Ассоциация ғой, түпкі себептер әртүрлі болып шығады. Әр адамда әртүрлі болып шығады, енді айта алмаймын, тура осындай деп. Әртүрлі шығады. Гүлге, цитрусовыйға деп кеп жатады, әртүрлі шығады. Қазір бізде кішкене ғана интеграция. Мен сіздерге айта кетейін деп едім. Біздің бағдарламамыз әрмен қарай жалғасады. Құрметті эксперт, немесе кәсіпкер, сіз өзіңіздің эксперттілігіңіз немесе кәсібіңіз жайында айтып сұхбат бергіңіз келсе, мен қазір төменге номер қоямын. Сол номерге хабарлассаңыз болады. Сізге де осындай арнайы эксперттілігіңіз және кәсібіңіз жайында біз подкаст дайындап бере аламыз. Тағы да ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасына оралсақ, сол ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасының баланың тағдырына деген әсері қандай жалпы? Негізі жауапкершілікті алу керек ата-аналар. Қазіргі жастар деп айтсақ та болады, семья құрғаннан кейін олар түсіну керек. Особенно ер адамдарға айтарым, үйлендің ба, жауапкершілікті алып, әйеліңнің жағдайын жаса, хотя бы көңіл күйіне, иә? Материалдық тұрғыда болмаса да. Өйткені әйел адамның ішкі күйзелісі балаға әсер етеді. Өйткені ол сенің болашағың, сенің ұрпағың десек те болады. Ал қыз балалар күйеуге шыққанға дейін бәрі күшті болып тұрады да. Бара жатқан семьясын үлкен бір не қарсы алады, иә. Мен сонда үйге бара жатырмын деп. Барған кезде өзінің шыққан жерінен де қиын жерге баруы мүмкін. Немесе барған кезде ата-енесі жаңағы тәрбиелейміз деп мазасын алады. Өзі тәрбиеленіп келген 25 жыл тәрбиеленіп келген қызды көп адамдар келінді тәрбиелебесе шығат болмайды негізінде. Сол сияқты жаңа жерге келген адам күйзеліске түсіп кетеді. Не болдым, қандай болып кетті, мен бұны армандап едім ғой деген сияқты. Күйзеліске түсіп кетеді. Сол кездерде күйеуі қолдау беріп, көмек берсе, балаларында ондай проблема болмайды. Ал жаңағы көп уақыт балалы бола алмау, мысалы белгілі бір отбасы баланы жоспарлайды, бірақ әйел адамға бала бітпейді. Оның бейсаналы түпкі себебі неде? Менде сәбилі ол группасы да болған, бақытты ана группасы. Группасы дегенде мен онда осылай марафон арқылы ем жүргіздім, біраз жұмыс жасадым. Қазіргі таңда енді бір 50-60 әйел адамдар балалы болды. Өйткені әлі де үшінші сұрап айтып жатады. Енді
аман болсын, балаларың бақытты болсын. Түп санаға келгенде неше түрлі тоже программалар шығып жатады. Мүмкін ол анасынан келе жатқан программа болуы мүмкін, өзі аяғы ауыр кезде, немесе тұрмыста, немесе қыз баласына өзі қиналған кезде менің өмірімді бермей қойсыншы деп сұрауы мүмкін Алладан. Немесе қыз балалар өздері маған әлі ерте, немесе бала көтеруден қорқады, Алладан өздері сұрайды. Сол кезде оны даже өздері неосознанно түсінбей де қалады. А когда терапия кезінде әртүрлі программалар шығып жатады, енді біреудікі бәрінікі бірдей деп айта алмаймын. Түп сана деген өте бір құпия нәрсе ғой. Тереңін қаза берсең, әр адаммен әртүрлі сұраққа жауап алып жатқан кезде мен кейде өзімде таңғалып қаламын. Мысалы, басты себептерін айтасыз ба? Мысалға, жаңа қорқыныш па, ол жаңағыдай осы баланы дүниеге алып келсем. Негізі түбі қорқыныш қой. Өйткені жауапкершілік қорқыныш. Бұл баланы дүниеге әкелуден қорқуы мүмкін, немесе жауапкершіліктен қорқуы мүмкін, немесе өзін ана болуға дайын емеспін деген қорқыныш. Түпкі себебі қорқыныш. Ал баланы жаңағыдай әртүрлі травмалардан аман алып қалудың жолдары қандай? Мысалы, қазір травма деген бізде бір ұғым пайда болды психологияда. Ол мүмкін емес. Травма деген, өйткені ол травма деген қуаныштан да болуы мүмкін, реніштен де болуы мүмкін. Өйткені одан ешкім қорғай алмайды. Ол өмір ғой. Бір күні құлайды, бір күні жылайды, бір күні ренжиді. Мүмкін емес. Сондықтан ол травмаға да қатты зацикливаться етіп прямо ұстап алудың да керегі жоқ. Әртүрлі болады ол. Өйткені терапия кезінде бізде бір кездер болған детский травма қайда барсақ та. Жоқ, негізі детский травма бәрінде бола бермейді. Ол бәрінде болмайды. Детский травманы любой нәрсені қазір даже жастар бір-біріне өкпелеп қалса да менде детский травма деп айтатын болған ғой. Мүмкін емес, енді ол детский травма болуын болады ғой, бірақ прямо ондай бір өмірдің қиыншылығы алып келуі мүмкін емес. Травмасыз өмір сүріп кету деген тоже болмайды, өйткені жылайды, құлайды, тұрайды деген сияқты табиғат өзі тәрбиелейді. Иә. 8 жасқа дейін ба, қателеспесем, баланың психикасы қалыптасып кетеді, кәдімгідей. Сол жасқа дейін көрген нәрселер баланың түп санасында жазылып қалады ғой сонда. 5 жасқа дейін деп айтамыз ғой негізі. 8 жасқа дейін уже балада мінез қалыптасады. Мінез қалыптасады. Сол жаңағы травмаларын кейінгі фундамент ретінде қабылдайды да. Көрген білген бала губка сияқты ғой. Сіңіріп алады. Иә, сосын соны өмірінде қайталап жүреді. Ол өзі осылай болу керек екен ғой деп ойлайды да олар, өйткені басқаны түсінбейді ғой бала ғой әлі. Соны детский травма деп немесе тағдыры деп қабылдап айтып жатады. Енді оның енді арнайы өзінің наукасы бар, о жағын білмеймін, о жағын зерттемедім. Мен психосоматологический терапия болғандықтан, трансформациялық терапия болғаннан кейін түп санадағы жаңағындай өздерінің блоктары деп айтамыз, немесе түйіндері деп айтамыз. Мен сонымен жұмыс жасайтын маманмын. Ішкі органдардың, мысалы, аурулар, мысалы, бауыры ауырады, мысалы, бүйрегі ауырады адамдардың. Оның түпкі себебі неде? Осындай пациенттер болды ма сізде алдыңызға келген? Өте көп. Өйткені қазіргі кезде екінің бірінде қазір өті толған, бауырында жировой гепатоз, солай ғой, бүйрек ауырады. Қазіргі адамдардың бәрі көбінде солай келеді. Ол экологияда болуы мүмкін, ол денсаулыққа да байланысты болу керек деп айта береміз. Негізі бауырдың өзі аты айтып тұрғандай, бауырын ренжке қимаймыз, қатты жақсы көреміз. Бірақ сол бауыр ренжіте береді ғой. Не істейді сол кезде? Жақын адамдар, иә? Әттеген-ай деп жақын, өте жақын адамына. Негізі аурудың барлығы өте жақын адамнан келеді. Алыстан танымайтын адамнан ауру келмейді. Бүйрек ауру ол үнемі өзін қысылып өмір сүру, қиналу, ауыртпашылық көтеру деп айтамыз. Бүйрекке салмақ түсіп кетеді. Адам сонда өмірінде ондай трагедия, драма болып жатпаса да, миы солай түсініп алу мүмкін ғой, иә? Ол да мүмкін. Солай жұмыс жасай ма? Миы сонда адамның қалай жалпы? Адамның миы деген ол бір үлкен бір әлем ғой. Негізінде жақсыны да жаман қылып қабылдай алады, жаманды да жақсы қылып қабылдай алады, немесе на ровном месте дейміз ғой, тура жолда да ауру болып келуі мүмкін. Просто гармонияға келе білу керек. Адам миымен ойлаған кезде де бәрін бір нәрсеге жауап беруге болмайды. Өзінің гармонияда ұстай білуі керек. Бақытты сезінудің де өзіндік гармониясын білу керек, білімділік керек деп айтсақ та болады. Кеше менде бір не болды, лекция болды. Өзім қызық көріп тыңдадым да, бақыт деген не деп. Сөйтсе айтады да, бақыттан да адам өліп кетеді деп. Не то, что да қиындықтан өле бермейміз. Біз қатты бақытты болып кетсек те өліп қаламыз. Көздер алмай қаламыз. Өйткені ми қалай қабылдайды оны, өйткені миға бәрібір біз қандай жағдайда қалай қабылдаймыз.
денеге қандай программа беретінін білмейміз ғой. Сондықтан бақыттың өзінде гармониямен қабылдай білу керек та. Сонда біздің жаңа ойларымыз мидан басталып денеге қарай өтеді ғой, иә? Сезім арқылы өтіп кетеді. Сезім арқылы, эмоция арқылы өтеді, иә? Енді аналардың денсаулығы жайында айттық көбірек. Енді үлкен кісілерде болатын көбінесе қандай диагноздар, мысалы үлкен кісілер көбіне аяқтарын сындырып алып жатады, буын аурулары болып жатады, жүре алмай қалып жатады. Оның себебі неде? Қазіргі кезде біздің орталықта да үлкен кісілер көп келіп жатыр. Буын ауруларымен, жаңа артроз, артрит, шпор дейміз. Оның негізгі себебі балаларымызды, бала-шағамызды босатып жібермейміз да. Уже, например, 70 жастағы апа келді деп айтайын енді, иә. Көп қой бәрі апалар келіп жатыр. Жаңа түпсанасымен жұмыс жасаған кезде, денесімен жұмыс жасаған кезде барлық баласын уайымдап отырады. Алысын да, жақынын да жібермейді. Олардың ертеңін уайымдайды. Ойбой, балам ана жұмыста еді. Ол жұмысы жүрмесе қайтем деп өзі жүргізбей жатады да. Мен там апа батаңызды беріп, рахатын көріп отырмайсыз ба десең, ол қалай дейді. Осы қорқыныш, буын деген не? Ол движение ғой, алдыға қарай жүргізетін нәрсе. Қорқынышымен алдыға не өзі жүре алмайды. Балаларына өздері бөгет жасайды. Содан кейін буын ауруы пайда болады. Неге? ВГД-сі үлкен, аяғы ауырып қалғаннан кейін не істейді? Бала-шағасы қасында жүреді, апарып емдетеді, қасында жүреді. Біреуді жұмсағанға да жақсы отырып алып, иә. ВГД-сі үлкен де, алдыға қарай басудан қорқады. Өйткені балалардың шындығында да екінің бірі солай үлкен кісілермен сөйлессең, мен кейде ойлап қаламын. Сонда балалардың кешке дейін уайымдай бергенде балалар қасында тұра ма екен деп. Өздерінің ойымен, уайымымен қасынан шығарғылары келмейтін адамдардың түпсанадағы қорқынышы буын ауырады. Сүйектің сынуы, мысалы, аяғы немесе қолы сынып қалып жатады да бір. Сүйектің сынуы, сүйек деген ол опора ғой, негіз ғой. Тірек, иә? Тірек. Өзін-өзі тірек бола алмаған адам іштей сүйектері сынғыш болады. Тірек бола білу керек. Тірек дегенде көп адамда сырттан іздейді, ой, күйеуім, ағам, немесе әкем, немесе біреу маған тірек болса деп. Жоқ. Ең бірінші саналы түрде адам өзін-өзі тірек бола білу керек. Балаларын жібергісі келмеуі, мысалға, иә, үлкен кісілердің жаңа өзіне орысша айтқан кезде внимание дейді ғой, талап етуі, жалпы осы ауруы сында өзіне пайдалы болып тұр ғой ол адамның. Үлкен пайда ғой. Содан кейін жібергісі келмейді, сол пайданы. Ауыра береді, айналдырып. Даже жақсы болып жазылып кетіп барсықаннан кейін айтады ғой, совсем жақсы болып кетсе не болады деп. Тағы аяғым жазылып кеткен кезде мен өйткені енді жұмыс істеу керек болады, уже мама жүріп жүрсің ғой, ары қарай өзіңіз істей берсеңіз деген сияқты балаларынан уже бұрынғыдай внимание азайып қала ма деп қорқады ғой. Сол себептен, жібергісі келмеген кезде ауызбен болсын ауыра береді ғой үлкен кісілер. Иә. Ана жерім ауырып тұр, мына жерім айта береді. Өйткені внимание жібермеу керек та, қорқыныш. Түпсанадағы қорқыныш қой. Иә. Түпсана деген ол бір қызық нәрсе. Мысалы, көп нәрселерді есінде сақтап алады. Соны біздің өміріңізге әкеліп тұрады картина ретінде. Ал тұқым қуалау арқылы келе жатқан бір аурулар болсын, жаңағы белгілі бір установкалар болсын, олар тоқтай ма? Оны қалай тоқтату керек? Тоқтайды негізінде. Ол үшін, например, элементарно көп айтады, осы менің біздің сахарный диабет тұқым қуалайды дейді да, менің апам ауырған, одан кейін мен қазір маған келді деп. Жоқ. Просто үйінде бір сөз 10 рет айтылғаннан кейін түпсана жазып алады. Саған да ауыру керек болып тұр ғой. Иә, мен де саған келейін деп келе береді да. Жоқ, тоқтатуға болады негізінде. Ол тұқым қуалайтын ауру емес негізінде. Негізі аурулар ген қуалай ма, қуаламай ма? Ген қуалайтын аурулар да болады енді негізінде. Бірақ оны да программаны өзгерту арқылы ДНК-дағы, иә, өзгертуге болады. Ол прямо тұқым қуалайды екен деп жеті атамен қолай беруге болмайды, тоқтатуға болады. Ол үшін кәдімгідей жұмыс жасаулары керек. Түпсанамен отырып, өздерінің күнделікті привычкаларын, күнделікті тамақтарын бәрін өзгертіп, өмірлерін толық өзгертсе, сол жерден бастап бәрі өзгереді. Ал қант диабеті, жаңа сіз айттыңыз, сахарный диабет, енді оның қазақшасы қант диабеті ғой. Сол аурудың бейсаналы себебі неде? Неден пайда болады ол ауру? Қант диабеті негізінде стресс, қатты стресстен пайда болады. Ол өзіне внимание жетпеу, қолдау жетпей қалады ғой адамға. Біреуге қатты сенеді, мені қолдайды деп, примерно айтқанда. Ол адамнан қолдау көрмей қалса, күйзеліске түсіп кетеді.
түбі сол жаңағы қолдаудың жетіспей қалғандығынан келетін ауру. Бейсаналы түрде ол солай келеді. Терапия кезінде шығып жатады. Сахарный диабеттерінде нормаға келтірген адамдар бар. 22-мен келіп, қазір 7-мен жүрген менде адамдар көп. Ал қан қысымы ше, мысалы, қан қысымы көп адамдарда кездеседі бүгінде. Қан қысымы негізінде үнемі қысылып, қиналып өзін қысып жүретін адамдар. Ұялса да қысылады, например, немесе ақшадан қысылады, немесе өмірде көп қой. Сондай өзін-өзі үнемі ұятпен қысып жүретін адамдар ғой. Белгілі бір сезімдерін ашпай, ортаға шығармай қысып жүреді ол адамдарда. Ашық емес адамдар ғой. Ашық емес адамдар, ұяң, кәдімгі жуас адамдар деп айтады ғой, мысалға. Тұйық адамдар. Тұйық адамдар да болады. Ал жүрек аурулары, асқазан аурулары, мысалы, көп адамдарда кездеседі. Жүрек ауру уайымнан болады деп айтамыз ғой негізінде. Керек емес уайымның бәрін өзіне жинай беріп, жүрегін сыздатып, миымен өзін-өзі қорқытып отыратын адамдар да болады негізінде. Асқазан ауруы, ол да уайым. Тамақ ішсе де, су ішсе де уайыммен отырып, болмайды, бірдеме өстіп ішіп қойса, асқазанға әсер ете бастайды. Асқазанға әсер ете бастайды, иә? Негізгі стресс уайым. Біз қатты уайымдап кеткенде, немесе қатты қорқып кеткен кезде біз жүрегім ауырып кетті ғой дейді, жүрегіміз бірінші асқазан ауырып кетеді да, спазм береді. Шекті мысалға екінші ми деп атайды көп адамдар. Ал шектегі проблемалардың пайда болу себебі неде? Әртүрлі жаман ауруларға шақырады. Ми сияқты деп миға да немес дейді, шекті созылмалы деп айтады. Ұзақ уақыт депрессия, стресс немесе уайымды жібермегендіктен пайда болады ғой. Көп адамдар қазір запормен келеді, үлкен дәретінің шығуы қиын, өті толған деген сияқты. Енді оның бәрі өт негізінде жауап беретін оған. Бірақ психосоматикасында ол кісілерде кіріс баршақ жоқ. Бірдемен оңайшылықпен қорытып алмай қоймайды, тез шешім қабылдамайды, ұзақ созып жүретін адамдар. Сол себептен? Сол себептен сондай ауру болады. Шешім қабылдаулар жылдам емес сондай адамдар. Енді адамдардың жаңа психоэмоционалды сауаттылығына келсек, мысалға, көп адамдар өткен шақпен өмір сүреді, немесе болашаққа кетіп қалады, иә? Біздің қазіргі таңда, қазіргі сәтпен өмір сүре алмауымыздың, мимен ойлап, қазіргі сәтті ұстап тұра алмауымыздың негізгі себебі неде? Асығамыз. Немесе өткен өмірде тұрып қаламыз, пластинка болса ойнап. Сол кезде солай болғанда деп, негізі ол дұрыс емес. Тура қазіргі шақпен өмір сүру керек. Дәл қазір екеуміз әңгімелесіп отырмыз. Жақсы ғой, халыққа да пайда беріп жатырмыз, екеуміз бір-бірімізге пайда келтіріп отырмыз. Екеуміз қазір рахат отырмыз. Өткен шақ ол өтіп кетті білмейміз. Қайта айланып бара алмаймыз оған, уақыт сағат алдыға кетіп қалды. 5 минуттан кейін алдымызда не болатынын білмейміз ғой, не күтіп тұрған, ол барлығына сеніммен алдыға қарай жүре береміз. Сенеміз кімге? Сенеміз өзімізге, сенеміз Құдайға, сенеміз жаратушыға. Сол ары қарай өмір сүріп жүре береміз. Негізінде адаспас үшін, асықтырмас үшін, ауруға бірдемеге өзімізді итермес үшін дәл қазіргі состояниемен өмір сүру керек те. Қазір маған рахат қой. Рахат. Тамақ ішіп отырмын ба, ішіп отырмын, ауруым жоқ па, жоқ, денсаулығым жақсы. Шүкір осығандай, ертеңгіні дәл осылай берсе екен деп тілейміз дағы, тілекпен аффирмация айтуменен ары қарай өмір сүре береміз. Өйткені ертеңгіні шынында да ешкім білмейді, мен де білмеймін болады. Дәл қазіргі сәттен өмір сүруден қашу, ол жаңа шындықты қабылдамау екен мүмкін. Өзін-өзі қабылдамау, шындықты қабылдамау реальный өмірден прямо қазір мен анан барып істеп кетсем, тұра қазір деп асығамыз, Ол бір кездері менде болған, менің мінезімде де болған асығу қазір ғой. Кішкене түсініп, уже асығуды қойған. Жас кезімде мен де асығатынмын. Ертеңгі жоспарды ерте жасап қойып, оған жеткенше асығып, уақыт өте қоймады деп асығып. Енді әр нәрсе өз уақытында, тоқтайтын уақыты болады, асығатын уақыты болады. Солай, психология солай жұмыс жасайды. Психология сол мимен, жаңағы жанмен, тәнмен, эмоциямен, Оны түсінудің өзіне де сол жаңағы өзін-өзімен ұзақ жұмыс істеген адамдар ақырындап келеді соған. Өйткені саморазвитие, самоучеба бар, өзіңді-өзің қалыптастырып, өзіңді-өзің дамытпасаң, оған да келе салу оңай емес. Жаңа сіз ғылыми тұрғыда, осы медициналық тұрғыда жаңа біраз түрлерін айттыңыз. Енді жалпы мен зерттей келе, осы психосоматика қазақтар бұрын ертеден таныс болған ба деп ойлаймын да, мысалға ше.
әжелеріміз бір жақсы сөз айтса біз жазылып кетіп ауруымызды ұмытып кетіп сондай нәрселер болды ғой. Жалпы сіз зерттедіңіз бе сол жағын? Зерттедім, зерттеген сайын өзіміздің қазақ халқы негізінде дана болған ғой. Әр зерттеген сайын ойлаймын да, солар сол кезде диплом алмай ақ та психосоматолог болған ғой деп. Өйткені ашылып сөйлеу енді көп. Қазір енді бізде психологтарға барып бәр сырын айтады, өйткені конфиденциальность сақтаймыз. Ал ол кезде туысқандар бір-біріне барып сырын айтып, уайымын айтып, жылап еңіреп бәрін шығарып тастайтын. Одан кейін үлкен кісілер өте ақылды, жол сап отыратын жастарға, иә. Ол да үлкен көмек болатын. Жаңағы ерлі-зайыптылар туралы көп әңгіме қозғадық қой, жаңа мына балалардың болашағы, неге осындай ауру балалар көп дегенге. Ол кездерде біздің апаларымыз, аталарымыз өте ақылды болған. Жас келінді күткен, сыйлаған, босанғанға дейінгі, босанғадан кейінгі күтіміне қатты мән берген. Баланың да өсіп дамуына мән берген, бесікте тәрбиелеген, тазалыққа үйреткен деген сияқты. Негізінде көп нәрсе сол жақтан келе жатыр. Бірақ біз кейінгі кезде современный боламыз деп көп нәрсені алып тастадық қой. Оның да әсері бар шығар деп ойлаймын. Ал енді қазақта той, жиын, сондай жерлерге жиналған кезде де бір-бірімізге жаңа сырымызды айту, қуану, эмоцияны шығару арқылы терапия жасап тастаймыз. Ол да негізі пайдалы. Болып тұрғаны да дұрыс. Шәй ішу, мысалы шәй ішу арқылы жазылып кетеді деген сияқты ше. Ол да бар. Әңгіме барысында мысалы әйел адамдар шын жүректен сенген адамына сырын айтады ғой. Ішіндегі барлық шықса болып жиналып қалған эмоциясын шығарып тастайды да, жазылып кетеді. Демек, психологияның, психосоматиканың ауылы бізге алыс емес. Біз тек қазіргі таңда Европадан оқысақ та, ол бізде қазақта болған бұрын. Біз ғылыми түрде білсек, оны бұрын қазақтар жаңағы дәстүр ретінде кіргізіп өмірлеріне, мысалға. Солай. Негізінде солай. Мен көбіне енді шетелден оқыдым ғой осы психологияны. Оқып келгеннен кейін де ойланасың ғой, қазақ болғаннан кейін қазақтың менталитетінде бар ма екен, бұл біздің қазақ салт дәстүрімізде бар ма екен деп іздеймін. Ізденген кезде көп нәрсені сол жақтан табам да. Соны ойлаймын, қазақтар неге осыны сабақ алып шықпаған, шетел алып шығып жатыр ғой деп. Ондай ойланған кездерім көп болған. Одан кейін біздің қазақтың емшілерінің, әулие, әмбие деп айтамыз ғой, бұрынғы кездің адамдарының кітаптарын іздедім. Біраз кітабын тауып қазір оқып та жатырмын, оқыдым да. Қазір енді бір қазақтың бұрынғы энциклопедияларын іздеп жатырмын, таппай жатырмын. Қазір библиотекада ешбір жерде жоқ. Тапсақ, оны да осы психосоматикаға кіргізсе күшті болады негізінде. Лаура ханым, сіздің Амермед деген өзіңіздің емдеу сауықтыру орталығыңыз бар. Ол жерде жалпы сіз қалай қабылдайсыз, қалай емдейсіз адамдарды? Сол жайында айта кетсеңіз. Мендегі Амермед орталығы интегративтік орталық деп айтамыз. Енді оны қазақша аударғанда қазақша емшілік жолмен емдейміз деген сияқты аударылады да, терапия ғой. Бірақ ол жерде мен жаңағы диагностикаға келген кезде бірінші диагностикада түпсанамен жұмыс жасаймын. Денесіндегі түйіндер арқылы эмоция қай болуықта тұр. Например, буынына ауырып келсе, оның ішкі құрылыста қай жерінде қай реніш қалқапты екен деп тауып, сол арқылы жұмыс жасасам. Оны қайдан біліп қойдыңыз, көріп келесіз бе деп сұрайтындар бар. Көріп келе емес, дене алдамайды. Барлық блоктарыңызды, не болып жатқанын бәрін айтып беріп отырады. Одан кейін барып, осы денедегі, бұлшық еттеріндегі проблемаларын массаж арқылы, ине салу арқылы, хиджама, сүлік салу арқылы емдеуді жүргіземіз. Одан кейін осы емдік шөптерді міндетті түрде береміз. Өйткені ағзаны тазалау керек, асқазан, ішек жолдарының жұмысын жақсарту керек, қан айналымын жақсарту керек, осылар арқылы ем жүргіземіз. Сізден ем алу үшін не істеу керек? Мысалға, сіздің бір қолжетімді бағада курстарыңыз, марафондарыңыз бар ма? Сол жайында айта кетсеңіз. Қазір мен енді бұрын инфобизнесте ондай да болмағам. Енді ғана келіп жатырмын. Марафондарымның басы өтіп жатыр қазір. Аллаға шүкір, адамдар емделіп жатыр. Одан басқа психологиялық терапия офлайн, онлайн түрде жүргізіп жатырмыз. Кабинетте де емдейсіз? Кабинетте де емдеймін. Өзіміздің орталықта осылай массаж арқылы, психоэмоционалдық терапия арқылы осы емдік шөптермен ине салу, хиджама, сүлік салу, капельница қою, медицина саласы тоже бар, солай ем жүргізіп жатырмыз. Түсінікті. Лаура ханым, сізбен 1 сағат көлемінде әңгімелестік. Енді әңгіме айтсақ, бізде әрі қарай тоқтамайтын түрі бар. Енді жалпы сізге рахмет келгеніңізге, осылай
ой бөлісіп, көрермендерге пайдалы болдық деген ойдамыз. Енді біздің басты мақсатымыз көрерменге пайдалы болу, аз болса да ақпарат беріп кету, ол адамдарға. Сіздің өзіңіздің арнайы бір тілегіңіз, денсаулық жайында айтатын ойыңыз, пікіріңіз болса? Көп рахмет бізді аяғына дейін тыңдағандарыңызға. Сіздерде егерде осындай бір проблемаларыңыздың шешімін таппай жүрсеңіздер, дәрі дәрмексіз, химикатсыз ем алғыларыңыз келсе, онда табиғи түрде менің орталығыма келіп емделсеңіздер болады. Есігіміз ашық. Алматы қаласында, Алматы қаласында Клочкова 66 көшесінде орналасқанбыз. Ол жерде біз енді түп санамен жұмыс жасау арқылы денемен, тәнмен жанды бірге емдейміз деп айтсақ болады енді қысқа сөзін айтқанда. Рахмет, Лаура ханым, сізге.